Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Мен бүгін таңғы асқа осындай бір пайдалы тағам жасадым. Сіздермен сонымен бөліскім келеді. Осындай теңіз капустасы, бір жұмыртқа және сүтпен омлет жасадым. Теңіз капустасы өте ұзын болатын болғандықтан мен кішкене кесіп, бәрін қысқартыңқырап алдым. Егер өздеріңізге ұзын болғанын ұнайтын болса, солай қалдыра берсеңіздер болады. Мен қысқарттым. Қазір жегенде осылай ыңғайлы болады. Және де мына жерде 40 грамм сүтім бар. Барлық құрамды мен описанияда қалдырамын. Осыған бір жұмыртқамды салып, тұзды сәл ғана салдым, себебі теңіз капустасының құрамында тұз бар. Және бұрыш салдым. Өздеріңіз қалаған кез келген приправаны салуға болады. Осымен араластырып омлетімізді сұйығын дайындадық. Қазір мен табама май құйып қыздырамын. Міне май құйдым, майым қызып жатыр. Осы қызған майға қазір теңіз капустасын салып, кішкене қуырып аламын. Егер сіздер өздеріңіз қаласаңыздар, пияз, морковь қосып қуыруға болады. Маған осылай өзіме ұнайтын болған соң, мен осылай кішкене өзім қуырып алдым. Уақ-уақ турап, сәбізді қосуға болады, бірге қуырып. Енді осының үстіне мен қазір омлетімді құямын. Енді астын басып, жай өтті қақтағын жауып, әбден піскенше бір 5 минуттай дайындаймын. Егер сізге шекілеу жұмыртқаның шекілеу болғанын ұнайтын болса, ала берсеңіздер болады. Мен кішкене пісіргім келіп қайтадан қойдым. Міне менің таңғы асым дайын болды. Жұмыртқаның бәрі пісті, өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер, әрі пайдалы, күні бойына энергия беретін керемет тағам шықты.